Анасы үшін сүйіктімнен бас тартуыма тура келді деп кейіпкеріміз осындай қатын жолдаған екен. Менің ұлтым басқа. Жасым 22-де, Алматыда туып өстім. Мен 21 жасымда бір жігітпен танысып жүре бастадым. Біз өте бақытты едік. Ұрыс-керіссіз бір-бірімізді ерекше сыйлайтынбыз. Арадан уақыт өте ол жігіт мені ата-анасымен таныстырды. Шын айту керек, анасы екеуміздің жұлдызымыз бір-бірімізге сай келмеді. Бірде телефоннан баласымен сөйлесіп отырып, менің үйіме кірмеуін, тамақ ішпеуін өтінді. Ол күні мен оны ата-анаммен таныстыруға шақырған болатынмын. Телефоннан даусы жарқын естіліп тұрды. Мен бірден жылап, арамызда барлығы біткенін жеткіздім. Бірақ жігіт маған бәрін өзгертетінін айтып әлек. Мені ұлты басқа, әкесі жоқ, шешесінің екінші байынан туған деп шешемді көп балағаттайтын анасы. Анам бірінші некесінен бала болмағаннан кейін екінші неке құрып, мені босанған еді. Қысқасы, болашақ ене деп жүрген әйелге жақпай-ақ қойдым. Жігітім мені ертең алып қашамын деген күні мен бас тарттым. Әрине, жақсы көретін адамнан бас тарту оңай болған жоқ. Дегенмен ақылға салдым. Себебі болашақ жоқ еді. Ол үйде анасы, әпкесі мен қарындасы мені жақтырмайтын біле тұра келін болып босаға аттауға батылым жетпеді. Өйткені анасы жаман 200-ді әйел болатын. Маған басқа, баласына басқаша өтірік айтатын. Қит етсе жылап, еңірей жөнеледі. Мен өмірде көп қиындық көрдім деп, зар жылап, елдің бәрі оны аяса екен деп тұрады. Жігітім де анасына ойын ашық айталмайтынын жасқанатын. Сондықтан ол мені қорғай алмайтынына көзім жетті. Өмірде перзентінің қалауымен, арман қиялымен санаспайтын, таңдауын қолдамайтын. Осындай да аналар бар екен. Кейіпкерімізге қандай ақылыңызды айтатын едіңіздер? Комментарийдің астына жаза кетіңіздер.